Қазақ хандығының құрылуы. Әбілқайыр хан 1457 жылы ойраттардан жеңілген соң Керей мен Жәнібек қазақ жұртын алып Моғолстанға көшіп кеткен болады. Оның артынан қазақ хандығына қосылушылар өте көп болды. Солай 1465 жылы Керей мен Жәнібек қазақ мемлекетін құрады. Мұрагерлік бойынша таққа Жәнібек отырып керек еді, бірақ ол Керейдің жасын сыйлап, оған өз жолын береді. Солай Керей хан болады. Керей қайтыс болғаннан кейін Жәнібек таққа 6-7 жыл аралығында отырады. Бірақ Жәнібек пен Керейдің билік еткен жылдары кітапта айтылмаған, сондықтан әрі қарай таққа Керейдің ұлы Бұрындық хан отырады. Ол 30 жылдан астам ел биледі, яғни 1474 пен 1511 жылдар аралығы. Бірақ Бұрындық хан билікті өмірінің соңына дейін ұстап тұра алмай, билік Қасым ханның қолына өтеді. Және де 1511 жылдан 19 ғасырға, яғни хандық билік жойылғанға дейін билік Жәнібек хан ұрпақтарында болады. Яғни Керей ұрпағы хан бола алмады. Оның себебін Ұлы дала таңы фильмінен көре аласыздар. Жәнібектің ұлы Қасым хан билік еткен жылдары хандық біраз өркендеді. Мәскеумен байланыстар орнатылды, халық саны 1 миллионға дейін жетті. Және де қарулы әскер саны 300 мыңға жетті. Қасым хан